Маусым балалар қорғау күні мерекесінің аясында осындай Сәбит Шамин менің ұсынысымды қабылдап 75 орынға бүгін балабақша ашып жатыр. Енді мемлекеттен қазір бізде қаржы бөлінбейді балабақшаға салуға, ашылуына. Соған байланысты осы кәсіпкерлердің арқасында алдыңғы жылы 75 орынға алдымызда тұрған балабақшаны ашқан болатын. Сәбит Шамилұлы осындай қуаныш сыйлап біздің ауылымызға осындай балабақша ашып жатыр. Енді бұл неліктен біз балабақшаны ашып жатырмыз? Маған жеке қабылдауыма болмаса ұялы телефоныма звондап, жаңағы балабақшадан орын сұрайды. Жұмысқа шықсақ, балаларымызды жаңағы балабақшаға берсек деп. Енді біз өзі 120 орындық болмаса 100 орындық орынға біз 140 баланы орналастыра алмаймыз. Соның аясында осындай ұсыныс жасап, осы ұсынысты қолдаған Сәбит Шамилұлына осы аудан тұрғындарының атынан, Сарыөзек ауылының өзінің атынан рахметімді айтамын.